Біз көп жағдайда махаббатты түсіндіре алмаймыз. Неге? Бірде сезім сыныптасына шағым айтып келді. Анашым, ол бала менің шашымнан тартып арқамнан ұра береді деп жылайтын және бұл жағдай жиі қайталанатын. Мен оған, демек ол бала сені жақсы көреді деп айтқанмын. Қызым соған мәз. Ұрғаны мені жақсы көргені деп түсініп, баладан талай таяқ жеп жүрді. Осы кезде қатты қателескенімді түсіндім. Ертең қызым бой жетіп, өзін ұратын жігітті іздеп, жақсы көру дегенді таяқпен өлшеп жүрсе, оның өмірі не болмақ? Мен өз қызымның өміріне өзім балта шапқан болмайын ба деп, сезімге жағдайды басқаша түсіндірдім. Сезім, ол бала енді сені тағы ұрса, мені жақсы көресің бе деп ашық сұра. Егер иә десе, онда мені ұрма, жақсы көрген адамды сыйлайды, құрметтейді, бірақ ұрмайды, керісінше қамқор болады деп айт дегенмін. Қызым дәл мен айтқандай сұрап, баланың бетін қып-қызыл қызанақ етіпті. Сондықтан ұл балаға да, қыз балаға да махаббат, сезім дегенді дұрыс түсіндіре білу керек. Біз үлкендер, қызың бар ма, жігіттің бар ма, балабақшада кімді жақсы көресің деп оларды келеме жетеміз. Алайда бала психологиясына әсер ететінін ескере бермейміз. Олар шынайы жауап берсе, біз жан жақтан күлеміз. Содан кейін баланың ойында жақсы көру, махаббат деген күлкі, ұят, мазақ, келемеж деп қалыптасады. Содан болар сүйе алмайтын, сезімін мойындай алмайтын, жақсы көруді ұрумен байланыстыратын ұрпақтың өсіп, топтың қалыптасып жатқаны.